Сыздықова Раушан Мырзахметқызы 1961 жылы 20 қазанда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Талап елді мекенінде дүниеге келген. Раушан Мырзахметқызы 1968 жылы номері 54 орта мектептің 1-ші сыныбына оқуға барады. 10 жылдық мектепті 1978 жылы тәмамдап, 1979 жылы Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институттың педагогика және бастауыш сыныптар методикасы факультетіне оқуға түседі. Оқуды 1983 жылы бітіріп, еңбек жолын туған жеріндегі номері 239-шы Кеңес орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып бастаған. 1984 жылы жұбайы Жиенбек ағамен отбасын құрып, Түркістан қаласына қоныс аударады. Осындағы номері 12-ші Қаныш Сәтбаев мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарады. 1989 жылы номері 7-ші Саттар Ерубаев мектеп-интернатында бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарады. Ал 14-ші жалпы орта мектебіне мектеп ашылған жылдан бастап қызмет атқарып келеді. Бағдарлама қонағы қазіргі таңда 4 ұл, 1 қыздың аяулы анасы, 4 немеренің сүйікті әжесі. Арманы өзі білім берген шәкірттерін биік шыңдардан көру, мақсаты ұлдары мен қызының елдің тұлғалы азаматы мен азаматшасы болуына үлес қосу. Өмірлік ұстанымы алға қойған мақсатқа жету. Марапаты облыстық ерен еңбегі үшін медальмен және облыстық қалалық мақтау қағаздарымен марапатталды.